Армысыздар, құрметті тыңдармандар, арныма қош келдіңіздер. Әңгіме тыңдауға дайынсыздар ма? Бүгінгі әңгіме мынап жатса, лайк басып пікір қалдыра кетсеңіздер. Түн. Сәбидің жылағанын естігендей, елегізіп оянған Жайна далаға шығып кеп орнына жатты. Қанша тырысса да дөңбекшіп ұйықтай алмады. Үнемі құлағына бірде сәбидің күлкісі, кейде жылағаны жақын жерден естілетін сияқты. Оның осы күйде жүргеніне 10 жылдай уақыт болған. Мектепке асыққан Байжамал Жайнаға үйде жасалу керек жұмыстарды тізбектей жөнелді. Майраның кашасын бер, әкеңнің төплейін сүртіп қой, түске қарай картошка аршып суға сал. Далаға безілдей бермей Майраға қарап үйде отыр. Сабағынды қайтала, тағы сол сияқты. Бұл Жайнаның жыл 12 ай естейтін үйреншікті сөздері. Ол үйдің үлкені. Өзінен кейін 2 сіңлісі бар. Мектепте озат оқушы бола алмаса да, қолынан келмейтіні жоқ. Тіпті пешке нанды жаба беретін. Анасы күндіз жұмыста, әкесі бір дөкейдің шопыры. Сабақта болған уақытынан басқа кезде Жайна осы үйдің отымен кіріп, күлімен шығатын жалғыз жан. Майра мен Асылайдың тамағы, кір қоңы, үйдің тазалығы, қора тазалау, тағысын тағы Жайнаның мойнында. Ес білгелі анасының команда берумен шапқылап жүргені. Әкесі Сапар Жайнасын ерекше жақсы көреді. Әй, Байжамал, менің Жайнамды жұмсай бермей өзің істе. Қаршадай қызымды әбден титықтатып біттің деп зекіп алатын. Оны тыңдар Байжамал бар ма? Неменеге жақтай қалғансың? Істесе үйренсін деймін. Оның несі жаман деп ернін сылп еткізер еді. Шынымен де Байжамал Жайнаны шамадан тыс жұмсағыш. Онысы өзіне білінбейді. Көршілері де жақын туыстары да талай айтқан. Шаруаларың болмасын, өзім білем, өз қызым, деп олардың аузын жауып тастады. Өзінің шаруаға онша қыры жоқ әйел. Біреудің ерке тутай қызын алдың деп Сапардың анасы марқұм жиі айтушы еді. Тек жұмыс істеп жүре беретін. Мектепте мұғалім болып істейтін Байжамал бос уақытында да қатыр ештеңке істемейді. Жайна өскен соң май шелпек тіптен жақсы болды. Айтқызбай ақ үйдің бар шаруасын дөңгелетіп отыр. Сырғыған уақыт жеткізер ме? Жайна бой жетіп, мектеп бітіріп, оқуға кететін уақыты да таяп қалды. Өзі әкесіне ұқсаған сұңғақ бойлы, хас сұлудың өзі дерсің. Атына зат сай бой жеткен талай жігіттің көзінің құрты болғанын қашан? Кім болса да қызын сұлуына таңдай қақпай өтпейтін. Адамға тіп қарамайтын Жайна күлімдесе жарты әлемді жайнатып жіберетін. Мектеп қабырғасында жүріп әкесінің айтуымен, анасы қолдамаса да музыкалық мектепте вокалдан сабақ алған болатын. Байжамал үшін Жайна үйдің тірлігін тындырып қойса болғаны, басқасына бас қатырмайды. Сөйтіп жүргенде күз жақындап, оқуға құжат жинау науқаны басталды. Қызымды үйдің жандағы педколледжге түсірем. Алысқа жіберсек уайымдаймын ғой, деді анасы. Жайна ешқашан анасы қарсысына келіп көрмеген екен. Жайна үшін бәрін Байжамал шешеді. Ол не айтса, соны жасайды. Бұл жолы таңдауына ерік бермегеніне іштей қынжылған Жайна үйден жылап шыға жөнелді. Үйдің артындағы скамейкада отырып жылап шерін тарқатып алды. Жайнаның арманы балалар дәрігер болу еді. Ана 2 сіңлісі кішкентай күндерінде жиі ауырып қалатын. Өзі түнімен соларға қарап шығады. Сол сәттерден бастап өскенде дәрігер болам деп жүретін. Оны Байжамал да біледі. Бірақ неге оны мұғалімдікке сүйрей беретінін түсіне алмайды дәл. Байжамалдың бар ойы Жайна үйден ұзап ешқайда бармаса, қасына баяғыдай тегін қызметші болып жүре берсе. Ол кеткенде үй шаруасы кімге қалады деген уайым. Майра мен Асылайдан қайыр жоқ. Ол екеуі Жайна сияқты бәріне жүре бермейді. Ерке өскен қыздары анасына бағынбайды. Тек әке қабағынан ғана азап жасқанады. Қызының қызарған көзін байқаған Сапар жақындай келіп, қызым, сен уайымдама. Қалаған оқуыңа түсесің. Анаң айта береді. Қазір заттарыңды жинап дайындал. Ертең Алматыға жол жүреміз деп қызын жұбатып қойды. Үйге кіріп Байжамалмен сөйлеспекші болып еді, жылдап маңына жуытар емес. Ашуға булыққан Сапар. Жетерді осы. Қызым мектеп бітіріп үлкен өмірге қадам басқалы отыр. Қатарынан қалдырып, өмір бақи жаныңда ұстамақшысың ба? Қалаған оқуына түсіреміз. Қашанғы сенің айдауыңа көнуі керек? Ертең ақ жолға шығамыз. Анау папкаларын дайында деп қатқыл үнмен айтты.
Байжамал қанша бажылдағанмен Сапар ашуға мінсе тынышталатын емес. Үндемей жүріп, қызын оқуға шығарып салды. Сапар Жайнаны оқуға түсіріп жатақханасына да орналастырды. Мектеп бітіргенде уәде бергендей телефонды алып беріп ауылына қайтты. Жайнаның қызығы мен шыжығы толы студенттік өмірі де басталып кетті. Жайна топтың старостасы болып сайланды. Университет ұйымдастырған түрлі іс-шаралардың бел ортасында жүрген Жайна оқуда да өте белсенді болды. Куратор қыздың пысықтығына сүйсініп студенттер одағының мүшесі етіп қосып қойды. Бұрынғыдай анасының көп шектеулері жоқ, емін еркін жүріп қосымша жұмыста тауып алды. Қағаз шығаратын жерге оператор болып кіріп алды. Тура университеттің жанында. Күніне 3 сағат қана жұмыс істейді. Ақшасы өзінің ары-бері жүріп тұруына жетеді әйтеуір. Қыстың күні сабағына асығып келе жатқан Жайна қарсы алдындағы Қуатты байқамай иығымен соғылтта қалды. Қыздың қолындағы сумкасы бір жаққа, папкалар бір жаққа ұшты. Кешіріңізші ағай, байқамай қалдым деді. Жайнаның көзі шарасынан шыға жаздап, шашылған қағаздарын жинай бастады. Бостау етіп өрілген шашы одан сайын қобырап кетті. Онысы өзіне сондай жарасымды. Қыздың қылығына сырттай сүйсінген Қуат жымиып болды көмектесе кетті. Ағай дейсіз бе? Күлкісін тие алмаған күй сөзін жалғады. Иығымды сындырып жібергеніңіз сонша жүрегім шаншып кетті ғой деп қуақылана күлді. Балмұздақтың ең тәтті түрі сияқтысы ғой, қай факультет деп артынша сұрақ қойды. Қуат осы университетте 3-ші курста оқиды. Кезетті студенттер жиында байқаған еді бұл қызды. Ол кезде танысуға реті келмеген болатын. Педиатрия факультеті деп асығыс жауап берген Жайна күлімдеген күйі асыға басып аудиторияға кіріп кетті. Артынан көз алмай қарап қалған Қуат оның сабақтан шығуын күтуді ойлап тұрды. Ақыры күткен уақыты жетті. Жайна асығып барып жұмысына үлгеруді ойлап келеді. Құрбыларымен қоштасып баспалдақпен төмен қарай жүгіре жөнелді. Тағы да біреуді қағып кеткендей болды. Қараса алдында Қуат тұр. Бұл жолы жігіт қызды тоқтату үшін әдейі жолына тұра қалды. Тағы да соғысып кеткеннен қайыстанып артқа шегіне берген Жайна қызарып кетті. Неткен небедейсіз едім, ұят болды ғой, сиырма деп ойлаған шығар деп өзін іштей жазғырды. Тағы да сіз бе деп Қуат білмегенсіп қызды одан сайын ұялтып қойды. Жарайды, ондай болып тұрады. Жүріңіз, сізге кофе берейін. Жо, рахмет, мен асығыспын. Жұмысқа баруым керек, онсыз да кешігетін болдым деп қыз сасқалақтай жауап берді. Қуаттың өзіне сүйісіне қараған сезген сайын жүзі төмен қарап, беті балбұл жанды. Өзің балмұздақ болып алып жатпайды екенсің, ең болмаса апарып салайын жұмысыңа деп бұл да қоймайды. Сөйтіп екеуі Жайнаның жұмысына қарай бет алды. Сол күннен бастап Қуат пен Жайнаның бірге жүруі жиіледі. Қуат Жайнаға шын ғашық. Жайна да жүрегіне жол таба білген бұл жігітке кетер емес. Екеуі сондай жарасымды. Екеуіне жұрт қызғана да қарайтын. Қуат Жайна үшін барлығына да дайын. Сабаққа өзі алып келіп, алып қайтатынды шығарды. Үй ішімен таныстырып, сырға салып қояйын деп жүр. Жайна Қуатпен танысқандағы туралы анасына шет жағасын айтып еді. Анасы естімеген кейіп танытып, қарсы екендігін білдірген. Жайнаға ауылдан әкесі ғана азық-түлігін, жылы киімдерін тасып келіп тұрады. Арасында каникулда Майрамен Асылайда келеді. Анасы тек телефон арқылы хал жағдайын сұрап, сабағыңды жақсы оқы, жігіт жайлы ойлаушы да болма дегеннен ары аспайды. Жайна кейде өз анасын өгей емес пе деп ойлайтын. Немесе асыранды шығармын деген ой мазалайтын. Бірақ бала күнгі суреттерімен өзінің анасына да әкесіне де ұқсайтынын түсінген сәттен ақ ондай ойлардан арылған болатын. Уақыт зымырап өтіп жатыр. Бұл жылы Жайна 4-ші курсқа аяқ басты. Қуат шет елге тәжірибе алмасуға кететін болып, құжаттарын дайындай бастағалы біраз болды. Жайнаның да практикасы басталуға жақын қалған сәт. Қалада қалуына Қуат қарсы болған соң, практикасына ауыл емханасында өткізуді ойлады. Мен уайымдама, папа мамамның жанында болам ғой, деді қыз еркелей. Жоға жаным, саған сенем ғой, тек сені сағынатынымды ойлап тұрмын. Сен ешкімге бермеймін, осыны түсініп ал, жарай ма? Деп Жайнаның маңдайынан сүйіп қойды. Ұшаққа отырғызылу басталып, Жайна Қуаттың артынан қол бұлғап қала берді. Көп ұзамай қағаздар реттелген соң Жайна да ауылына тартты. Ауылға келген соң бірден емхана басшысына құжаттарын апарып, практикасы басталып кетті. Бәрінен де Байжамалдың
Қуанышында шек жоқ. Үйге келсе баяғыдай шаруасы дөңгеленіп бәрі дайын, дастарханы жайнап шыға келген. Осы қызым болмаса мен қайтер едім, әкесі-ау, деді, қуанышын жасыра алмай. Иә, жайнашым келіп, үйдің ішін жайнатып жіберген жоқ па? Алтыным сол, деп Сапар да мақтап қойды. Біздің істегеніміз көрінбейді осы, деп екі қыз да пыш-пыш ете қалды. Барлығы мәре-сәре боп бастары қосылғанда қуанып қалды. Бұл қуаныштар ұзаққа бара қоймады. Бір күні жұмыстан келе жатқан Жайнаға өзінен бір сынып жоғары оқыған Құралай жолға кетті. Ол оқуға түсе алмаған соң ауылдағы әке-шешесіне қараймын деп ешқайда бармай ауылда қалып қойған. Жайнаны көре салып, осылай беттеген себебі үйленбей жүрген нағашысы бар еді. Соған Жайнаны таныстырып көрмекші. О, сәлем Жайнаш, қалың қалай? Келіп қалыпсың, бәрі жақсы ма? Деді. Жайнаны ары-бері айналып. Жақсы Құралай, өзің қалайсың? Мама, папаң жақсы ма? Денсаулықтар қалай? Бәрі ойдағыдай. Жақсы болды ғой. Сені жолықтырғаным. Үй жаққа жүрсең шай ішейік, деп қоймады. Жоқ, рахмет. Үйге баруым керек. Біраз тапсырмаларым бар еді. Соларды аяқтауым керек. Басқа жолы, деп тартыншақтады. Онда кешке қарай әпкемнің қызын көріп берші, түнде жөтеліп шықты деп еді, деп қыздың көнбесіне қоймады. Жарайды, онда өзім кешке барып қайтармын, деп үйге қарай беттеді. Құралай болса дереу үй ішіне хабарласып, қыз дайын дегендей сүйінші сұрай кетті. Кешке қарай Асылайды ертіп Құралайдың үйіне бет алған Жайнаны Сапар тоқтатты. Қызым, келші бері. Қазір мамаң екеуміз қазір көрші ауылға жолға шығамыз. Қонаққа шақырып еді. Майра мен Асылайдың қасында бол. Ана Майра құрбыларымен қыдырам деп жүрмесін, деді. Жарайды, папа, жақсы барып қайтыңыздар. Мен бірақ Құралайға жиенімді қарап берші деген соң барам деп айтып қойып едім, деп қиылды. Онда жүр, өзім апарып келейін, деп машинасын дүрілдетті. Әкесімен баратына қуанып кеткен қыз көлікке барып отырды. Қуанған себебі Құралайдың қайта-қайта шақырудың астарын түсінгендей секем алып қалып еді. Сыныптасы Мирадан бір сөзінде, Құралай ауылға келген қыздар болса бірден ағам бар еді деп таныстырмақшы болып, оған көнбесе алып қашуға әрекет жасайды екен деп естіген. Сол үшін де оның үйіне жалғыз барудан қашқақтаған еді. Асылайды ертіп шығуының сыры да сол. Енді әкесі апаратын болған соң тіптен сенімді отырды. Бұл кезде Құралай түрлі жоспарларын құрып, дайын отырған болатын. Жайнаны әкесімен бірге келеді деген ой үш ұйықтаса түсіне кірмеген. Сапар аға, қош келдіңіздер, төрлет Жайна, деп ыңғайсызданып қалды. Міне төр. Жайна, осында шаруам бар деген соң алып келіп едім. Қызым, мен сырта күтейін, тез етерсің, деп шығып кетті. Еске аспай бармағын істелеген Құралай, Жайна, не болды? Әлі күнге дейін папаңды ертіп жүретін болғансың ба? Әлде Сапар ағамның сенен басқа, деп қағытып өтті. Папам осылай қарай баратынды білген соң ала келді ғой, деп Жайна да жылдам жауап қайырды. Жиен қарап болған соң қызуын түсіретін дәрісін беріп, ол үйден асыға басып шығып кетті. Себебі Құралайдың нағашысы да сол үйде екен. Жайнаға қараған көзі өңменімен өтірдей өтті. Сүзеген бұқаға ұқсап қарағаны қандай қорқынышты еді. Жайнаның бойы бір түрлі тітіркеніп кетті. Осындайда бәрінің қырсық шалып қалады ғой. Майра да мұны тыңдамай көшеге шығып кеткен. Асылайды ертіп алып Майраны іздеуге шыққаннан басқа амал қалмады. Қырсыққанда ол қыз да кете қалып, апақ-сапақта Жайнаның көңілі алай-дүлей болды да қалды. Бір түрлі жылағысы келе ме, жүрегі тарсылдай ма, біресе тамағын өксікті қылғандай болып белгісіз күй кешті. Осылай дүбәрә күйде тұрғанда қасына Құралайдың қалай сап ете қалған білмей қалды. Біздің Майраны көрмедің бе? Жаңа құрбылармен кетіп еді деген дауысы дірілдеп шықты. Жоға, мен қайдан білейін? Сенің Майраңды бағып жүрген жоқпын, деді Құралай, жақтырмағансып. Жүр, Асылай, кетейік бұл жерден. Майра өзде келіп қалар деп үйге кетуге асықты. Сол күннен бастап Жайна көшеге шықса, біреу аңдитындай алақ-жұлақ етіп жүретін болды. Тезірек практикам бітіп, бұл ауылдан кетсем ғой, деп тіледі. Арада біраз уақыт өткен соң практикасы аяқталып, Жайна қалаға жиналды. Құралай Жайнаны аңдып, ақыры ол ісінен түк шықпаған соң күдер үзген. Байжамал Құралайдың ойының шет жағасына хабардар. Қызымды ол әремесерге өлсем де бермеспін. Жүдә дәмелене қалыпты ғой. Ар ойнасын, деп күңкілдеп жүрген. Жайна анасына қуат екеуі туралы тағы да айтып көрді. Жарайды қызым, уақыты келгенде көреміз, деп жылы жауып қоя салды. Сапар қашанда қызының шешімдерін қолдайтын. Жайнаны қалаға өзі апарып тастады.
Қуаттың да келетін уақыты болып қалды. Шетел мамандарымен біраз уақыт жұмыс жасап, білімін толықтырған Қуат елге жеткенше асықты. Әуежай, ығы-жығы адам, сумка сүйреген жолаушылар ары-бері ағылуда. Жүрегі алып ұшып, ұшақтан түскен Қуат өзін күткен жанды көзмен іздей, мойнын созып, жан-жағына қарай бастады. Бірақ күткен Жайнасы келмеді. Күтем деп еді ғой, неге келмеді екен деп ойлап үлгерген Қуат дереу телефонға жармасты. Жайна Алматының кептелісінен шыға алмай келе жатқан еді. Оның да жүрегі аузынан шығып кетердей дүрсілдеп, сүйіктісімен қауышуға асығып келеді. Осындайда жолды жеткізбей кетеді ғой. Байыз таппай телефон сағатына қаралай береді. Әупірімдеп жүріп жетті ақыры. Жігіт әуежайдың қала жақ бетіне шыққаны сол еді. Алдында күлімдеп Жайнасы тұр. Оның да езуіне еріксіз күлкі үйілді. Кептелістің кесірінен кешіккеннен Қуатты түсінген сияқты. Жайнасын құшақтап, шашынан иіскеп ұзақ тұрды. Жайнашым, жүрегім менің, сені келмей қалдыма деп уайымдап үлгердім. Қалай сағынғанымды білсең ғой деп қайта-қайта құшақтап мауқын басқандай болды. Біраз уақыт екеуі жақын жердегі кафенияда отырып сөйлесті. Онысы Қуаттың туысқан бауыры келіп екеуін алып кетпекші. Оған дейін Қуат Жайнаға мәңгілік жарым бол деп ұсыныс жасап, қолына жүзігін тағып үлгерді. Жайнаның қуанышында шек жоқ. Бақыттың дәмі қандай тәтті еді деп тамсанып үлгерді. Жүзіне қан жүгіріп Қуатты құшақтай алды. Екеуіне сүйсінген айнадағылар қол шапалақтап, тіпті кейбіреулері келіп құттықтап жатыр. Бақыттарыңыз баянды болсын. Қос аққу деген сөздер әлі де естіліп тұрды. Қуат көзілдірігін түзеп, Жайнаны қарсы алдына отырғызып алып, жаным, саған айтарым бар. Мені мұқият тыңдашы. Соза беретін несі бар? Қазір біздің үйге барамыз. Анам мен жақындарымен таныстырғым келеді. Мама, папаларымыз да танысып, той күнін белгілейік деп ойын ашық айтты. Келе сала осылай айтады деп ойламаған Жайна алғашында тосырқап қалды. Қапелемде не дерін білмей, сонда қалай? Дәл қазір ме? Мен киім де ауыстырмадым ғой деп қипақтап кетті. Жаным, сен осы қалпыңда да деймісің. Ауыстыратын түгі де жоқ деп сөзін аяқтағанша болған жоқ, күткен адамы да келді. Қуатпен қол алысып, құшақтасып амандасқан бауыры Жайнамен деп бас иіп амандасып қойды. Бұл менің ең жақсы көретін бауырым Манас. Манас, бұл болашақ жеңгең Жайна деп екеуін таныстырып қойды. Көп ұзамай үшеуі Қуаттың үйіне қарай жол тартты. Қуаттың анасы балам келеді деп дастархан жайнатып, ыстық бауырсағын пісіріп, қазы қартасын асып қойып күтіп жүр. Жайнаның келерінен хабар жоқ. Тек баласы тосын сыйым бар дегенше іші бірдеңені сезетіндей сияқты. Не болса да жақсылық болсыншы деп қойды. Қыз ұяла басып, тартыншақтап үйге кірді. Үй іші Жайнаны жақсы қарсы алып, мәре-сәрей болды. Өзің туралы Қуатжан жиі айтып отырады. Қашан әкелер екен деп мен де тағатсыздана күтіп жүр едім, деп анасы ары қарай сөзін жалғады. Иә, құлындарым, жастарың болса, үй болатын жасқа жетті. Басымызды қосып, мәңгі бірге болуды мақсат еткен боларсыңдар. Мен батамды бердім деп Қуаттың таңдауын қолдайтын айтып өтті. Екеуі де осы жауапты күткендей бір-біріне қарап жымыңдап қояды. Қуат Жайнаны үйіне апарып салу үшін екеуі далаға шықты. Көп ұзамай екі жақтың ата-анасы да танысып, той күні белгіленді. Байжамал ғана қызы кететін ойлап, қимастық па әлде басқа нәрсе ма, көз жасын бір сығып алып жүр. Қуат пен Жайна қалалық ауруханалардың біріне жұмысқа тұрды. Қуат хирург, Жайна педиатр болып орналасты. Жұмысқа тұрған күннен бастап Жайнаның телефоны маза кетті. Байжамал қит етсе тізбектеп, қызым үйге газ баллон керек еді, көмір түсірмедік, Асылайға күзік куртка алынбады, әкеңнің машинасына бәлен запчасть керек екен. Осылай жалғасып кете береді. Жарайды анашым деп Жайна үйінің жоғын түгендеп шауып жүргені. Жайна онсыз да шамасы келгенше ауылдағы үйіне ремонт жасатып, малдың шөп жемін түсіртіп беріп жүрді. Осылай күндер өтіп берді. Белгіленген той күні де келіп, Алматының Мен деген ресторанында қос ғашықтың тойы өтті дүркіретіп. Тойдан кейін 2 жас балайын өткізуге шетелге асып кетті. Тойды өткізіп, қызын құтты ұясына қондырып, көңілі жайланып келген сапардың қуанышы ұзаққа бармады. Денсаулығы сыр беріп жүргеніне біраз болған. Осы жолы неше күнге ары бері той деп шапқылап жүріп, уақытымен демалып, дәрісінде қабылдамай кетіп еді. Орнынан тұрғаны сол еді, бірден қан қысымы көтеріліп, реанимация төсегіне таңылды. Кеткендеріне 3 күн ғана болған жастар
елге қайтуға мәжбүр болды. Жайна, әкең реанимацияда дегенді ести сала, ол жақта жата алмай бірден ауылына тартты. Қуатта бірге келіп, сапардың беті бері қараған соң қалаға оралды. Жастарға сонда да тыныштық болмады. Қас қылғандай Майра бірге оқитын қызбен шаштасып төбелескен. Қызымның айфоны сынды, төлемесең арыз жазам деп, оларды безектеп. Айналасы бір аптаның ішінде Байжамал зар еңіреп қалды. Әкеңнің дәрісіне ақша таппай отырғанда мына албасты да басыма бәле тауып берді. Сен де байдан өлгенде кете қалдың. Енді мынаның бәрін қалай төлеймін? Егер көмегің болмаса іздеп келмей-ақ қой деп, Байжамалдың жағы нар емес. Жайна оның қолын қайтармайтын біледі. Осын бәрін айтып алып, қанен қаперсіз жата берді. Қыз байқос анасы жылап хабарласқан соң, Қуатқа айтпай банкке қарызға кіріп кетті. Қомақты қаржыны қалтаға басып кету үшін Байжамал мен Майра Алматыға арнайы келіп кетті. Кетерінде, үйге қашан келесің? Қуат келмесе де өзің кел. Әкең сені сұрап жатыр деп соқты өтірікті. Әкесін айтса шауып келетін ол беске біледі. Сондағы ойыны Жайна келсе банкқа жауып, кілемдерін жуғызып, үйдің кәкір шүкір жұмыстарын жасатып алу. Жайна анасының бұл қылығын еш түсіне алар емес. Мені неге жайма қоймайды екен деп ойлап қойды. Жайна бұл жолы ауылына бармады. Әкесімен телефон арқылы хал жағдай сұрасып тұрды. Жұмысына оралып, күнделікті күйбең тірлік қайта басталып кетті. Қуат екеуінің алға қойған мақсаттары көп. Алматыдан үй алуға әрекет жасауға көшкен еді, бірақ Байжамал да жалғасуын тоқтатпаған емес. Бүгін Қуат жұмыстан ертерек қайтқан еді, себебі түнде кезекшілікке барады. Жайна алаңсыз жұмысында отырған. Есікті жұлқи ашып кіріп келген Қуатты көрген қыздың жүрегі бірдеңені сезгендей болды. Бұрын соңды Қуатты мұндай күйде көріп па, қолы дірілдеп тұрғаны өзі байқамай қалды. Жаным, өзіңмен сөйлессем бола ма? Иә, қазір шығам. Осы пациентті қарап алайын, деді дауыс дірілдеп. Қуат коридорда ары-бері сенделіп жүріп кетті. Неге? Маған неге айтпаған? Менімен ақылдаспаған қалай болды? Оны не істеді екен? Деген ойлардың жетегінде кетіп, ары-бері теңселе берді. Жайна қорқа басып, Қуатқа жақындады. Жаным, мен бәрін өзім түсіндірейінші. Сөзімді бөлмей тыңдай аласың ба деп, Жайна жылап отырып болған жайды баяндап берді. Қуат әлі де ашуы басылмаған күйде аз уақыт үнсіздіктен кейін. Жайнаш, мен оған қарсы болып тұрған жоқпын. Бірақ неге менің хабарым жоқ бұл жайдан? Мен сіз шешім қабылдай беретін болсаң, онда несіне отбасы болып отырмыз? Депозитіміз бар, ұялсақ па деп отырмыз, өзің білесің. Көмектесіп тұрамыз оларға. Ол жағынан сөз жоқ дей беріп еді Жайна. Олар деме деп кемсеңдеп кетті. Мен жақындарыма қол ұшын бере алмасам несіне жүрмін? Деген дауыс қаттырақ шықты. Қуатты ашу үстінде өзін ұстай алмай өмірінде алғаш рет қыз баласына, Жайнасына қол көтерді. Бұл әрекетін өзі де түсінбей қалды. Бетін басып отыра қалған Жайнасын айып кетті. Құшақтап, кешірім сұрап енді өзін жазғыра бастады. Жаным, сол кешірші мені. Олай жасаймын деп ойлаған жоқпын. Өзіндікі де дұрыс па енді, жаным-ау? Маған айтсаң басқа бір жолын табар едім ғой, деп дегбірі қашып сөзін жалғады. Енді ол суманы қалай, қашан жабып бітеміз? Өзің ойлашы, сен екеуміз де жаңадан шықтық жұмысқа. Соны ойлап мазам қашты ғой, деп орнынан тұрып шығып кетті. Жайна жылаған орында отыра берді. Тіпті айналасындағы адамдарды елемеді. Сол сәтте Байжамал қоңырау шалып, Жайна қызым, ана әкеңнің кредитті төленбей қалды. 20 мың салып жіберші, уақыты келді деп айтты да, аман жоқ, сау жоқ тұтқан қоя салды. Жайна одан сайын егіліп, көмейіне өксік тығылып жылады. Ол күні ондай ақша аударатын шамасы жоқ еді. Жылай көзі ісіп, тіпті жұмысында жалғастыра алмай, медбикесіне аздап мазасы болмай тұрған айтып, қол сөмкесін алып шығып кетті. Жақын жердегі саябаққа барып аздап бой сергітіп алғысы келді. Қуатқа хабарласып еді, тұтқаны көтермеді. Сол күннен бастап екеуінің арасында сызат түскендей болды. Кеш қарайғанда Жайна үйіне жетіп, душ қабылдап алып орнына жатты. Келіннің меңзең күйде жүргенін көрген енесі мазаламайын деп ештеңе сұрамады. Бірақ баласының қабағынан да екеуінің өзара келіспей жүргендерін түсінді. Таңғы ас ішуге отыра берген сол еді, Қуат жұмыстан келді. Анасымен Жайнаның маңдайынан сүйіп, жуынып келу үшін арғы бөлмеге қарай өтті. Жайнаш, көңіл күйің болмай жүрген сияқты ғой. Балам бірдеңе деді ме? Әлде бөлек шыққыларың келіп жүрме деп байыппен. Жоқ мама, бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Бөлек шығу туралы ойланмаппыз да, деп күлімсірей қарады. Ортаға Қуат келіп араласты. Келесі аптада
Мәскеу қаласына үлкен семинар консилиумға шақырту алынғандығын, басшыларының айтуымен сол семинарға қатысып келу керектігін жайлайды. Шайын ішіп, Жайна жұмысына кетті. Арада күндер сырғып өте берді. Жайна күйеуін Мәскеуге шығарып салып үйге келгені сол болатын. Баса көктеп, бажылдап Байжамал кіріп келгенде, өзі де аңтарылып қалды. Сен қыз немене? Әке шешеңді ұмытып, өзі болған қыз төркінін танымас деп, қарызға белшемізден батып отырмыз деп тоқтамай біраз айқайлады. Мам, тыныштық па? Келе сала мұның өзіне? Көршілерден ұят болды ғой. Құдай оңдап, үйде енесі жоқ еді. Әйтпесе ұяттың көкесі сонда болар еді. Байжамал оңайлықпен қоя салатын түрі жоқ. Неге сал дегенде сала қоймайсың? Әкең кредиті төленбей қалды. Бізді адам демейтін болдың. Анашым, менің өз отбасым, өз өмірім бар ғой. Қалай түсінбейсіз деп жылап жіберді. Отбасым дейді ғой. Байың кәне, ал кәне. Сені бағып қағып өсірдім, оқыттым, шоқыттым. Сондағы рахметің осы ма? Қазір үйге жүресің. Әлі ЗАГСке де барған жоқсыңдар. Байсымаған ғой. Ақша салдырмат, отырған қараш. Мына қарыздардан құтылмайынша үйде боласың. Жайна көз жасын сүртіп бірдеңе айтуға оқталып еді. Сөйлеме, тыңдағым келмейді. Әйтпесе қарғаймын, қызым демеймін деп төтігіп бажылдап қояр емес. Осы сөздерді айтып, Байжамал тамақ шайына да қарамай кетіп қалды. Жайнаның басы одан сайын қатты. Телефон шырылына да мән бермей, қанша отырған белгісіз, шарасыз күйде далада қаралған күйі отыра берді. Арада біраз уақыт өткен соң ғана есін жиып, беті қолын жуып кеп, өзіне келгендей болды. Қуатқа хабарласпақшы болып, телефон ашса, бөтен өмірден бірнеше рет хабарласыпты. Дереу қайтадан тербеді, жауап болмады. Арада жарты сағат өткен соң телефоны безектеп қоя берді. Алса, бөтен ер адамның дауысы. Бұл Жайнам екен? Иә, бұл мен. Анаңыздың есімі Байжамал ма? Анаңызды жедел жәрдем 7-ші ауруханаға алып кетті. Телефонынан соңғы хабарласқан нөмір сіздікі болған соң хабарласып тұрмын деді. Жайна жалма-жан такси шақырып, солай қарай тартты. Бара сала дәрігерге кіріп, анасын жағдайын сұрады. Жайна Сапаровна, уайымдайтын ештеңе жоқ. Қан қысымы көтеріліп кеткен. Аздап тынығу керек. Қажетті шараларды қолдандық. Ертең өзін жақсы сезінсе шығарармыз деді. Түнде тағы да қысымы көтеріліп мазасызданып шыққан анасын Жайна өзі бақылап қасында болды. Ертесіне дәрігер, анаңызды алып кетуіңізге болады, бірақ өз емханаларыңызға есепке қою керек. Жазып берген дәрілерді қабылдап тыныштықта болу керек. Әрине, күтім керек, уайымдауға, шулануға болмайды деп шығарып салды. Сол күні Жайна анасын алып ауылға кетті. Жайна ауылына келген соң анасы мен әкесіне қараушы болды. Қаладағы жұмысынан да босап қалды. Қуатқа хабарласып, біраз уақыт ана-анасына қарау керектігін айта бастағаны сол еді, тұтқаны қоя салды. Қайта қоңырау шалды. Үнсіздік. Соңында телефон сөндірулі, сіз оған дыбысты хабарлама қалдыра аласыз деген оператор қыздың дауысы құлағын шыңылдатып жіберді. Үнсіз жылап, теріс қарап ұзақ жатты. Кетіп қалайын десе, Байжамалдың сөздері сүйегінен өтіп барады. Анасымен жеке сөйлесейін деп бірнеше рет тоқталса да бата алмады. Ойы сан-саққа жүгіріп, жылап жатып ұйықтап кетті. Осы жағдайдың барлығынан Сапар бейхабар болатын. Тіпті Жайнаның мойнында кредит бар екен де білмейтін. Жайна неге үйіне қайтпай жүр деген сұрағына Байжамал, Қуат біраз уақытқа Мәскеуде болады екен, келгенше үйде болады деп әңгіме ауан басқа жаққа бұрып жіберді. Сапар қазір жұмыс істеуге қойды. Үйдегі ұстау малына қарап кешті батырады. Кейінен шешесіне тәуір болған соң Жайнаны аудандық емханаға орналастырды. Қуат сол кеткеннен мүлдем хабарсыз кетті. Қалаға бір жұмыстармен барғанда сөйлеспекші болып үй жағын барған болатын, бірақ не деп барарын білмеді. Барғанымен сыртта тұрып қайтып кетті. Жүрегі тілім болып көкірегі қарс айырылды. Қол аяғы жансызданып қалғандай, не алдыға не артқа қадам жасай алмай біраз тұрды. Аздан соң сол баяғы саябаққа қарай бет алды. Көзін жуып терең ойға берілді. Көзінен жас парылап тұрса да көзін ашпады. Өйткені Қуатпен бірге болған кезіндегі бақытты сәттері көз алдына орала берген. Жүзіне аздап күлкі үйілді. Көзін ашқанда күнделікті сұлғырт өмірі екенін түсініп бір күрсінді. Үйіне керек жарағын алып ауылға қайтты. Бұрынғы Құралай да мұны көрсе мысқылдай күлетін сияқты. Кезінде нағашымды менсінбеп едің, енді ондай байғада жармай қалдың ба дейтіндей көрінеді. Бір күні күн ысып кеткен соң, түскі астан кейін дем алып алмақ болып бөлмесіне кірген. Бір дыбыр дауыс жақындай түсті. Қараса Қуат келіпті.
Жүрегі алып ұшып, шай қойып, дастархан жайып жүгіріп жүр. Қуатпен бірге қалаға қайтатын болдым деп қуанып, шаттанып әндетіп қояды. Әкесімен күйеуі бірдеңелерді айтып аулада отыр. Байжамал далаға шығып, жадырап, Қуатты қуана қарсы алды. Барлығы үйге кіріп шай ішуге отырды. Кенет Жайнаның қолындағы кесесін біреу қағып жібергендей болып, ыстық шайға күйіп қалды. Шыңғырып, жан дауыс шықты. Түсі екен, қара терге малынып әрең оянды. Дауысы қатты шықса керек, Сапар жүгіріп қызының бөлмесіне келді. Қызым, жаным-ау, қара терге түсіпсің ғой, жақсысың ба? Деп Жайнаға жақындады. Иә, папа, жақсымын. Жайсыз жатып қалдым ой деймін. Уайымдамаңыз деп қайтадан қабырғаға қарап жатты. Жайна соңғы кездері күрт өзгеріп кетті. Қит етсе агрессияға бой алдырып, жұмысында әріптестері арасында жиі конфликті келетін болды. Ешкіммен араласпайды. Үйге келсе Майра мен Асылайдың да екі аяғын бір етікке тығатын болды. Осының бәрін байқаған Сапар ғана. Байжамалдың есебі түгел. Баяғыдай шаруасы дөңгеленіп, бәрі дайын, кредиті төленіп, тіпті ана екі қыздың керегін осы Жайна тауып беріп отыр. Жайнаның көңіл күйі оны қызықтырмайды да. Осылай сырғып айлар, жылдар өте берді. Бір күніне ұқсас сұр түсті күндер. Жайнаның талай түнді ұйқысыз өткізіп, елегізіп, шошынатыннан ешкімнің хабары жоқ. Жиі шошып оянатынды шығарды. Ұйықтап кетсе түсінде Қуатты көреді. Қолында екеуінің сәбиі бар екен дейді. Күлімдеп Жайна аш деп оған жақындайтын сияқты. Бұл да қолын созып жақындай берсе ғайып болады. Оянып кетіп ап, жылайды. Құлағына сол сәбидің үні келетіндей күндізде аласұрып жүргені. Бір күні Сапар қызымен сөйлесуге бел байлады. Жайнаны оңаша шақырып алып сөз бастады. Қызым, өзіңмен сөйлесуге ыңғайын таба алмай жүр едім. Қуат сені ренжітті ме? Үйге қайтып келетіндей не істеп қойды? Деп сұрақты төтесінен қойды. Көріп жүрмін уайымдап жүргеніңді. Не мазалайды? Айт қызым. Керек десең Қуатпен өзім сөйлесейін. Сенің мұндай кейпіңді көру маған да оңай емес, қызым, дегенде көзіне жас іркілді. Жайнаның тамағына өксік тығылды. Таразының бір басында өз өмірі, бір басында анасы тұрды. Болған жайды ағыл-тегіл жылап отырып әкесіне айтты. Көзінен жас парылап тоқтар емес. Бала күннен келе жатқан өкпе ренішін де ақтарып салды. Әкесі байқұс қызымен қоса егілді. Ішіндегісін ақтарып шер тарқатқан Жайнаның арқасынан ауыр жүк түскендей болды. Ертесіне таң ата Сапар жолға шықты. Қуатқа барып сөйлесем деп шешті. Тіпті Байжамал үшін кешірім де сұрауға дайын болды. Күйеуі баласы да жаман адам емес, түсінер деп ойлады. Қызының жағдайында айтпақшы. Бара салысымен үйіне жетіп баруға дәті шыдамай жұмысын іздеп барды. Тіркеуде отырған қыздан сұрап еді, ондай дәрігердің жоқ екенін айтты. Енді қайттым деп бас қатып тұрғанда Жайна хабарласты. Папа, бір нәрсе біле алдыңыз ба? Ол мені кешірмейді, білем. Бекерге әуре болмай үйге қайтыңызшы, деді жалыныш үнмен. Жарайды қызым, өзім де қайтайын деп тұрмын, деп басу айтып қойды да өзі Қуаттың үй жағына қарай тартты. Қызы үшін үмітін үзгісі келмеді. Таксиден түсе бере кілт тоқтатып қатты да қалды. Көз ұшында келе жатқан Қуат, қасында жас келіншек. Келіншектің аяғы ауыр сияқты. Екеуі күлімдеп әлденелерді айтып барады. Осы көріністен кейін Сапар теріс бұрылып, онымен сөйлесудің жөні жоқ екенін түсінді. Кеш құрым үйіне келген Сапардың көңіл күйі жоқ еді. Үнсіз отырып асын ішті де бөлмесіне кетті. Жайна да ештеңе сұрамады. Әкесінің қабағынан ақ мән-жайдың мәземесін ұқты. Жайна асығыс таңғы асын ішіп жұмысына кетті. Сол сәтте пайдаланып Сапар Байжамалдың әбден шаңын қақты. Сен қатының не бүлдіргеніңді ертерек білгенімді ғой, деді ыза булығып, ұрып жіберердей боп. Қызымның бағың, қара басыңның тыныштығын айырбастап, оңбайсың сен сорлы. Оңбайсың, ит қатын. Сенің шайпаулығынан ақ мезі болдым, деп есікті тарс жауып шығып кетті. Байжамал шашы доланып кетіп жылап отыра қалды. Басы дыңылдап, көзі қарауытып барып есін жиды. Орнынан тұруға әл дәрмені жетпеді. Арада біраз уақыт өткен соң сөмкесін ақтарып жүріп дәрісін тапты. Асылай, су әкеп берші деген дауыс әрең шықты. Тілі күрмеліп, құлағы бітеліп, денесі қалтырай бастады. Айналада көмекке келер жан жоқ. Қанша жатқаны белгісіз, көзін ашқанда ауруханада жатқанын түсінді. Басын көтеріп жан-жағына қараса, орындыққа сүйеніп ұйықтап отырған Жайнаны көрді. Қызына мейірлене қарап ұзақ жатты. Өзінің қандай тас жүрек ана болғанын ойлап, жүрегі елжіреп, булығып жылап жіберді. Алғаш рет қызына шын жан ашып жылады.
қызының бағына кедергі болғанын өзін іштей жазғырып жегідей жейді. Тамағына тығылған өксік басылар емес. Қызым деп шашынан сипап маңдайынан сүйгісі келді. Қолын созайын деп ұмтылып еді, әлде бір күш кедергі болғандай болды. Қараса қолында система салынып тұр екен. Соның инесін жылжытып алған болу керек. Қолы ісініп аши бастады. Осы кезде Жайна оянып көзін уқалап: «Анашым, қалайсыз? Басыңыз айналып тұрған жоқ па? Көзіңіз қызарып тұр ғой, не мазалайды?» деп бәйек болып жатыр. Байжамал одан сайын егіліп жылады. «Анашым» деген сөзінен бұрынғы мәнде бермей келген түсінді. Ішінен менің кесірімнен қанша зардап шексең де, анашым деп тұрған жүрегінен айналдым деп Жайнаға қарап үнсіз жылап жатты. «Маматайым, неге жылайсыз? Сізге уайымдауға болмайды, өтінемін, жыламаңыз. Қазір докторды шақырайын» деп шығып кетті. Бұл кезде аурухана дәлізінде Сапарды отырған болатын. Асылай мен Майраны сорпа дайындасын деп үйде қалдырды. Жайна жүгіріп шығып: «Мамам оянды. Дәрігерді шақырыңыздаршы» деді медбикеге. Дәрігер келгенше Сапар да палатаға кіріп, Байжамалдың халін сұрап жатыр. Дәрігер келіп, пациентпен сөйлесіп, қан қысымын тексеріп, қажетті тексерулерін жүргізді. Содан соң Жайна мен Сапарды кабинетіне шақырып, пациенттің жағдайы жақсарып келеді. Инсульт, инфаркттен аман, қол аяғының жансыздауы қалыпты келген, еш уайымдамаңыздар. Біздің бақылауымызда болады. Ал қазір үйге қайта берсеңіздер болады. Тек майсыз жеңіл сорпа әкелгендеріңіз жөн. Алдағы уақытта да диета сақтау қажет болады. Тамақ рационына мұқият болыңыздар деп егжей-тегжейлі түсіндірді. Жайна мен Сапар үйге келіп, Майра мен Асылай дайындаған сорпаны алып қайтадан ауруханаға келді. Жайна: «Пап, үйге қайта беріңіз. Мамамның жанында өзім қаламын. Тамағын ішкізіп, киімін ауыстырып, көмектесейін» деді. «Жарайды ботам, мен үй жаққа барып, қора жайымды жөндейін» деп қайтуға ыңғайланды. Палатаға кірген Жайнаның аяқ дыбысынан оянған Байжамал: «Келдің бе, қызым? Келші, жаныма отыршы» деді емрене. Дауысы күндегідей емес, жұмсақ шықты. Жайна үшін басқашалау естілді. Анасының аузынан жылы сөз естіп көріп пе? «Я, мам, жағдайыңыз жақсы ма?» деп төсегінің аяқ жағына кеп отырды. «Маған жақынырақ отыршы, балапаным» деген дауысы діріл бар. «Балапаным дей ме?» Бұл сөзді анасынан алғаш естуі. Жүрегі езіліп кетер ме екен? «Маматайым» деп Байжамалды құшақтап жылап жіберді. Құдды бір анасы мен баласы ұзақ жылдардан соң жаңадан қауышып жатқандай, сырттан көрген жан дәл солай ойлар еді. «Қызым, кешір шымна сорланаңды, тұңғышым, жарығым» деді екі бетінен кезек-кезек сүйіп. «Сенің бағыңа байлау болған мен бейбақты кешіре алсаң, кешір ботам» деп қайталай берді. Екеуінің бұл сәтін сырттан кірген медбике мен санитарка бөліп жіберді. Екеуі де аң-таң. «Жайна, Сапар қыз, барлығы дұрыс па? Пациентке жылауға болмайды ғой. Палатадан шыға тұрыңызшы. Өзіңізде дәрігерсіз, мұндайға қалай жол бердіңіз?» «Жоқ, қызым, тиіспе Жайнама. Осында қалсын. Сонда жүрегім жай табады» деп Байжамал тоқтатып қойды. «Мам, сізге тамақ әкелдім. Ыстықта ішіп алыңыз, сосын» дей беріп еді, сөзін медбике бөліп жіберді. «Жайна, Сапар қызы, анаңызға өзіміз жақсылап қараймыз. Сіз уайымдамай демалып алыңыз» деп шығарып салды. Байжамал ұзақ жатпай ауруханадан шығып үйіне келді. Қыздары анасының аяғын жерге тегізбей бәйек боп жүгіріп жүр. Сапардың ғана қабағы бір ашылмады. Уайымы қызы Жайна ғана ғой. «Бағына байлау болдық-ау» деп күйзеліп жүр. Жайна күндегісінше жұмысында, жұмыспен үй арасын тоздырып жүр. Арада аз кем уақыт өтті. Жайнаның туған күні болатын. «Балапаным, туған күніңмен құттықтаймын. Жұмысыңда өсіп өркендей бер. Бағыңа ашылсын құлыным» деп жылап жіберген Байжамалды Сапар тиіп тастады. «Тәйтәрі, қуанышта сонша өксіген несі? Бағына байлау болған өзің емес пе?» деп қоңқайта қалды. Ескі жарасы тырналғандай Жайна төмен қарап қалды. Іштегісін білдіргісі келмейді. Алай-дүлей боп көптен бері ойлап жүрген айтатын сәт осы шығар деп сөзін бастады. «Бәрі жақсы ма, мам, пап? Рахмет сіздерге. Осы жарық дүниені көрсеткендеріңізге алғысым шексіз. Бір өтінішім бар. Соны сіздерге айтсам» деп үзіп-үзіп айтты. «Айта ғой қызым» деген Сапар мен Байжамалдың дауысы қатар шықты. «Мен жұмысымды қалаға ауыстырсам деймін. Дамып, ары қарай өссем деген ойым бар» деп кібіртіктеп айтты әйтеуір. Деп тамағын қырнап алып Сапар: «Бұл ойынды мен құптаймын қызым. Енді сенің жолыңа тұруға хақымызды жоқ. Батамды берем, Жайнашым» деп қолын жайып батасын берді. Байжамал да Жайнаны құшақтап, қолдайтынын айтып жатты. Көп ұзамай Жайна жиналып қалаға аттанды. Алдын ала режиме жібергендіктен ол жақта жұмысқа орналасу қиындық туғызбады.
өз ісіне берілгендігі сонша лықты, тіпті өзі кеше клиника ашу ойында бар. Ипотека арқылы үй алуды ойлаған, бірақ оның ауылы әлі алыстау сияқты. Арада көп уақыт өтпей Майра мен Асылай қасына алды. Бірі оқуда, бірі жұмыста. Үй алған соң әкесі мен анасында көшіріп алмақшы. Бірақ сапар оған түбегейлі қарсы. Қыздарым өз теңдерін тауып бақыттар жанса, менің бақытым сол. Осы ауылымнан аттап ешқайда бармаймын дегеннен танбай отыр. Екеуі де зейнет жасына келіп қалды. Бізге қарайламай жұмыстарыңды жасай беріңдер деп анда-санда ауылдан ет әкелген әке шешесі Жайнаның тезірек теңін табуын тілеп батасын беріп кетеді. Жайна бұрыңдағыдай көңілі алабұртып елеп істейді. Өзіне сөз салған жігіттер де баршылық, бірақ солардың барлығын баяғы қуатпен салыстыратын әдеті бар. Оны өзде байқамайды. Әйтеуір бір мін табатты. Тез суынады. Қалаға келгелі қуаты да жолықтырмады. Оның өмірінен бейхабар. Есіне түсіргісі келмейді. Алда-жалда бірге жүрген көшелермен өткенде сәл мұңайман болмаса, қазір өміріме өзіне ұнайтын сияқты өмірі. Бәрі көзінде бір мұң бар. Әттең, бәрі басқаша болғанда ғой. Қуатпен қосылып баянды ғұмыр кешкенде ғой. Пендеміз, өмірде бәрі біз ойлағандай бола бермейді. Бірақ игіліктің ерте кеші жоқ деген бар емес пе? Оның да басқашасына әйтеуір бір көктем келер. Бағың жансын Жайна. Осымен әңгіменің соңы.